Хабарымыз жалғастырамыз. Президенттік кадр резервіне өткен жас мемлекеттік қызметкерлер жайлы айтуда жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз Дархан Мырзабаев жаста болса да бас болып, облыстың білдей бір басқармасын басқарып отыр. Жас маманның еңбек жолы жайлы алдағы материалымызда. Павлодар облысында мемлекеттік қызметте жасы жаңа 30-дан асқан азаматтар жетерлік. Олардың бәрі болашағынан зор үміт күттіретін, тәуелсіз елдің ертеңі үшін аянбай еңбек ететіндей азаматтар. Мәселен, Екібастұз қаласының тумасы Дархан Мырзабаев небәрі 32 жаста. Осы уақытқа дейін ол әлемнің үздік білім ордаларында оқып, шетелдік компанияларда жұмыс істеп үлгерді. Ситуация была такая. Біз мектеп аяқтаған жылдары мемлекеттік қызметкер мамандығы бойынша оқуға түсу қиын болды. Гранттар аз еді. Сондықтан мен геофизик техникалық мамандығын таңдадым. Магистратураны Францияда оқыдым. Кейін сейсмикалық корабльде жұмыс жасадым. Мәліметтерді өңдедім. Малайзия, Норвегия, Америкада жұмыс жасадым. Бірақ түбінде елге келетінді білдім. Получается, я закончил Казахский национально-технический университет имени Сатпаева. Елге оралған соң ол Өскеменде бірнеше жыл еңбек етіп, болашақ бағдарламасы аясында Қытайға оқуға түскен. Мен елге келіп еңбек еткісі келетін жастар үшін болашақ бағдарламасы керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Шанхайда Қытай еуропалық бизнес мектебін аяқтадым. Негізгі бағыт цифрлық бизнес болды. Елге келгесін консалтингті компанияда жұмыс жасадым. Сосын президенттік кадр резервіне өтіп, топ 50-ге кірдім. Облыста вакансия пайда болды дегенде естіп, өз өңіріме қызмет етуге келдім. Основным у меня получается концентрация основной специальности. Дархан қарапайым отбасыдан, жанұясында мемлекеттік қызметті ешкім таңдамаған, бірақ өзінің білімі мен бойындағы алғыр қасиеттерінің арқасында бүгінде бірқатар жетістікке жетті. Ағылшын, Қытай, француз тілдерін еркін меңгерген. Шетелдік компанияларда мүмкіндіктердің барына қарамастан, жүректегі балалық арман жеңіп кетті дейді. В целом Бұл менің мемлекеттік қызметтегі алғашқы қызметім. Әрине мен басқарып отырған басқармада бірқатар шешуді қажет ететін мәселелері бар. Ол мысалы шалғай ауылдарда интернет не байланыс жоқ. Соның бәрін реттеу біздің басқарма құзыретіне кіреді. Қоғамға өз өңірімнің дамуына үлесімді қосқым келеді. Принести какую-то пользу для моего общества и для моей страны. Дархан Мырзабаев қызметінде жауапты іскер басшы болса, үйінде балаларына сүйікті әке, адал жар. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.